Бүгін еліміздегі өнер ордаларының қатар толықты. Астанада Қазақ ұлттық хореография академиясы қолданысқа берілді. Оқу мекемесінің ашылу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Президент академия отандық би өнерінің қара шаңырағына айналады деген сенім білдірді. Өнер майталмандарын шыңдайтын оқу орны бұрын соңды елімізде түгілі Орта Азияда болмаған. Мұнда бишілерден бастап хореография саласында еңбек ететін барлық маман түрлері дайындалады. Мәдениетімізге салмақты үлес қосады деген ниетпен оқу орнына ұлттық деген статус берілді. Болашақта академия жаңа ұлттық брендтерді дайындайды деген үмітте. Биік өнер әр мемлекеттің даму деңгейі руханиятымен де өлшенеді. Кез келген қонақ ең алдымен елдің мәдениетімен, өнерімен танысуға асығады. Сондықтан дәл осындай хореография академиясының ашылуы дамуымыздың жаңа бір белесін көрсетті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатарды толықтырған оқу орнына артылған жүк аз емес, бірақ соған қарамастан ғимарат би өнерінің қара шаңырағы болатынына сенетінін айтты. Бұндай мектепті тек қана ауқаты күшті мемлекет сала алады. Тек қана жағдайы жақсы болғаннан кейін елдің, халықтың өнерге деген ынтасы көбейеді. Сол кезде ғана салынады бұндай мектеп. Бұл 100 жылда, 1000 жылда бір-ақ рет салынатын ғимарат. Сондықтан осыны бәріміз қадірлей білейік. Отандық мәдениеттің жаңаруына мемлекет бірінші күннен бастап көңіл бөліп келе жатқанын білесіздер. Біз мәдениет жылы деп жариялап, бүкіл Қазақстанда мәдениет ошақтарының барлығын жаңғырттық, қайтадан іске асылдық. Жаңадан театрлар ашылды, жаңадан мәдени ұжымдар ашылды әр жерлерде. Жас дарындарымыздың оқып, білім алып, маман болуына барлық жағдайды жасап келеміз. Қазақстанның қайталмас өнерін әлемдік сахнаға шығару үшін дайындық керек әрине. Жаңа оқу жылын жаңа үміттерді ақтаумен бастайтын хореография академиясына елбасы сәттілік тіледі. Мұндағы әрбір дарынды жастан жетістік, жемісті еңбек күтетінін жеткізді. Ал сөз соңында балет және би шеберлері арасында жүретін жаңа дәстүрге де бастау болды. Академия басшысына Нұрсұлтан Назарбаев өз қолымен асыл тастардың үстінде тұрған балеринаның шағын мүсінін табыстады. Эта статуэтка является символом вашей академии. Может, стоит перед академией такое поставить, Александр Яковлевич? Поищи хорошую фигуру, крупную, большую, согласуюсь с руководством академии. Пусть красуется, и сразу видно, что это такое, это академия. Эта статуэтка каждый год будет передаваться выпускниками, но вступившим первоклассникам. И так будет продолжаться из года в год. Пожалуйста. Академия 498 талапкерді қабылдап үлгерді. Оқу бірінші сыныптан бастап магистратураға дейін жүргізіледі. Бұл әзірше. Алда докторантура бойынша да білім беру қолға алынбақ. Өнерлі жастар барлық өңірлерден іріктелді. Қайдан келдіңдер? Мен Тараз қаласынан келдім. Сен ше? Алматыдан. Таныстыңдар осы жерде? Таныстық. Сендер ана университеттен оқысыңдар ма? Казной университетінен. Ғимаратты көтеруге мемлекет бір тиын да жұмсаған жоқ. Көмек демеушілерден келді. Осыдан 25 жыл бұрын өзгелер өзімізге академия салады десе сенбес едік. Бұл да бір еліміздің абыройы болса керек. Мұнда дәріс алу тегін, ал сабақтар арнайы жүйемен оқытылады. Оқушылар негізгі білім мен шығармашылықты қатар алып жүреді. Біріншіден, мынау жастарға үлкен бір мүмкіндік. Елбасымыздың өнерге деген қамқорлығы деп түсінемін жалпы. Осы академияның негізін қалап отырған адам ғой. Бүгінгі осындай бір тамаша күні болашақтағы жастарымыздың біздің үлкен бишілер шығады ғой деген арман тілек бар. Расымен де, бұдан алдын осы өнер түрін толық меңгеру үшін жастарымыз ел асуға мәжбүр болатын. Енді бір ғана оқу орнынан тәжірибелі маман шығаруға мүмкіндік туды. Оған ұстаздардан бұрын қимылға қызыққан жас талапкерлер дән риза. Мен осы биге қатты құмар болып, балерина болғым келді. Осы академия ашылғанына мен өте қуаныштымын. Және мен сияқты басқа да кішкентай немесе үлкен кішкентай балалар келіп, осында түсіп, өздерінің армандарына қол жеткізеді деп ойлаймын. Ата-ана ретінде мен баламның осындай үлкен өнер ордасында оқып жатқанына өте қуаныштымын. Барлық ата-аналарымыз қуанышты. Өнер академиясының ішіндегі біз корпустарын аралап көрдік, жататын орындарын көрдік. Барлығы қазіргі талаптарға сай, өте керемет, жақсы, қуанып жатырмыз.
Оқу орнының Орта Азияда теңдесі жоқ екенін шетелден келген қонақтар да мойындады. Би мен балет шеберлерін дайындайтын орталықтың болашағы зор. Көп ұзамай атақты академиялармен қатар тұратынына да сенім білдірді. У вас развивается. Қазақстандағы би өнері ежелден ел аузында. Сіздердің балеттеріңіз әлемге кеңінен танымал. Ал мынадай ірі оқу орны осы саланы одан әрі дамытатынына сенімдімін. Өнер ордасын толық өз көзімен көріп шыққан мемлекет басшысы игі істің басында жүргендерге де алғысын айтты. Оның ішінде академия тізгінін ұстаған Алтынай Асылмұратова да бар. Нұрсұлтан Назарбаев атақты балерина есімін әлем танитын хас шеберден көп үміт күтетінін айтты. Астана опера театр бар бізде, Алматыдағы театр бар, Шымкенттегі театр бар, басқа би ұжымдары бар. Солардың барлығына мамандар дайындап, жастарды эстетикалық тәрбиелеп, жаңа маман, жаңа интеллигенция құрылысын жасап отырмыз. Бұл болашаққа деген, шығармашыл жастарға деген, талантты балаларға деген Қазақстанның елдің жасап отырған үлкен мүмкіндігі. Болашақта осы қабырғадан талай майталмандар, еліміздің атын шығаратын бишілер шығады деп мен сенемін. Это, конечно, знаменательное событие. Шынында да бұл жерде балалар үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Жатын орын, білім алатын сыныптар да жоғары деңгейде. Енді тек еңбек етіп, биіктерден көріну қалды. Біздің мақсатымыз сіздің үмітіңізді ақтап, білім ордасынан тек тәжірибелі маман шығарып қана қоймай, нағыз елін, жерін сүйетін азаматтарды тәрбиелеп шығару. Сәулеті мен дәулеті жарасқан академия тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойына арнайы тартуы, білімі мен біліктілігі жарасқан жастардың оқу оқып, елді танытуға жағдай жасайтын ошағы. Ашылғаны жаңа болса да, оған жақындап, әріптестік орнатқысы келгендер де табылып жатыр. Алда би орталығы тек Орта Азия ғана емес, бүкіл әлем танитын өнер ошағына айналады деген жоспар бар. Эльвира Тағайқызы, Еділ Ермекбаев, Жандос Битабаров, Айдос Меделбек, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Президент телерадио кешенінің көмегімен. Қорытынды жаңалықтар.